облысының тұрғыны Нұрғиса Қуанышбаев африкалық түйе құстарды асырап отыр. Ол облыста бірінші болып қара құрлықтың құстарын қолға үйреткен адам саналады. Сонымен қатар үйінде әлемдегі ең әдемі құс тауыс та бар. Ол аз десеңіз Африканың алып балықтарының бірі жайынды да өсіреді. Ауыл тұрғынының зообаққа айналған үйінде болып қайтқан Данияр Әлімқұлдың бейнематериалы. Шайқорық ауылында тұратын ағайынды Нұрғиса мен Нұрбол Қуанышбаевтардың ауласына кірсеңіз, Африка саванналарында жүргендей сезінесіз. Өйткені есік алдында бойы 2 метрлік түйе құстарды көріп таңырқадық. Олар былтыр өзге материктің тауық тәрізділерін 3 айлығында Алматы арқылы Африкадан алдырған. Ағайынды қос жігіт мұндай алып құстарды ауыл тұрмақ аймақ бойынша алғаш асыраушылар саналады. Көп адам асырамайды бұны жаңағы. Біз аз ғой асырайтын Қазақстанда. Соны алып көрсек па, өзіміз асырап деп, сол мақсатпен асырап жатыр. Күнде бір 10-15 килограмм тамақ тұтынады. Сол сиырдың есін жеп қояды, сол жем шөбі. Еті қымбат болады, сиырдың етіне қарағанда. Килосы қазір Алматыда 7-7,5 теңгеден сатылады. 3-4 жылда 150 килограммға дейін береді. 3 жылдан кейін жаңағы бастамасы 10-15 жұмыртқадан беріп бастайды, содан кейін жыл сайын көбейте береді. Бүгінде 70 келге жеткен алып құстар аса бір қамқорлықты қажет етпейді. Аумағы шағын ашық алаңқайда жүре береді. Күн көзі күрт суыса да тез тоңа қоймайды. Бір қызығы бұлардың еркек ұрғашысын ажырату мүмкін емес. Оны білу үшін тағы 1 жыл керек көрінеді. Нұрғиса мен Нұрбол жері бөлек жегені басқа қара құрлықтың құстарымен қоса әлемдегі ең әдемі құс Үндістан тауысын да асырайды. Енді бұл біздің арманымыз болған деген арманымыз жетіп отырмыз. Хоббиіміз деп айтсақ та болады. Бұл құстарды біз пайда көру, анау не жоқ бізде. Біз өзіміз мақсатымыз енді келешекте өкіметтен бір көмек болса, бір нәрсе болса, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Келешекте бұдан да басқа да құстар алып қойсақ па деп. Қуанышбаевтардың қолдан жасалған бассейндерінде Африканың жайындары да бар. Көпшілік тек көгілдір экраннан ғана көретін жайындардың ұзын саны 70-тен асады. Қазір салмағы 2 келі болатын аналық жайындар тоғанға жіберілген. Олар кейін 20-30 келіге бармақ. Бұл балықтардың бір ерекшелігі жылы суды жақсы көреді. Біз бұл балықты асыраудың болашағы бар жоғын білу үшін аумақтық инспекция мамандарына бардық. Бұл кісілердің қазіргі балық асырау несі бізді таңғалдырып отыр, өйткені облысымыздағы ең бірінші алғашқы африкалық жай бұл балықтың негізгі өсу несі өте мықты болып табылады. Біріншіден салмағы тез көбейеді. 4-5 килограммдық балыққа жету үшін 1 жылдың көлемінде уақытта тез үлгереді. Африкалық құстарды ауласында асырап отырған азамат бұл ісіне қызығушылық ретінде қарайды. Елде жоқ ерекше жануарлар мен балықтарды асырау бала кезінен арманына айналған екен. Ал болашақта ауласын ауқымды зообаққа айналдырмақ. Данияр Әлімқұл, Элдар Байділда, Астана телеарнасы, Тараз.